Осы 5 нәрсені жасасаңыздар, 5 нәрсеге мықты ие болсаңыздар, ризық нәсібеңіз мол болады. Атаның ризқы балаға 40 жылға нәсібе деген осы 5 нәрсені жасаңыздар. 5 нәрсені жасасаң, сенің ризығыңды жер бетінде ешкім тартып аламайтын болады. Соның біріншісі, ризық көбеюдің жолы истигфар ва тауба. Көбірек истигфар айтыңыз. Астағфирулла, астағфирулла, я Алла, күнәмді кешір. Неге? Өйткені күнәсіз адамның дұғалары қабыл бола береді. Истигфарды, астағфирулланы қашан айттыңыз, ең соңғы рет өзіңіз ойлаңызшы. Сондықтан жиі айтыңыздар. Астағфирулла, я Алла, астағфирулла десең жаңбыр жауады. Тумаған әйелің босанады, береке қонады. Ойламаған жерден рызық нәсібен келеді. Екіншісі, ата-анаңызбен жақсы болыңыздар. Ата-анаңыздың бетіне, жүзіне жақсы күлімсіреп қарай беріңіздер. Үшіншісі, ағайын туған туыстан сен үзілме, сенен үзіліп кете берсін, бірақ сен үзілме. Оңай шаруалар. Ауыр ештеңе жоқ, жер қаз деп атқан жоқ, шахтаға бар, жұмыс істе, вақтаға бар деп атқан жоқпыз. Біріншісі истигфар көп айт. Ата-анаңа жылы бол, бауырларыңмен жақсы бол. Содан кейін күнәдан қаш дейді. Күнәдан қаш. Күнәдан қашқан адамның ризқысы мол болады. Алла үшін қашып үйреніңіздер. Харам деген жерге бармаңыз. Харам деген нәрсені жоламаңыз. Харамдыққа даже кішкене бір қатысы болса жоламаңыз. Кешегі Құнанбай шошқа доңыз, жабай доңыз жайылған жерге малын түнетпеген. Өйткені сол доңыз жеген шөпті менің малым жемесін деп үйреткен. Нөкерлеріне. Және төртіншісі, әл-мәсджиду байту күллу тақи. Мешітке жақын болыңыз. Мешітке жақын болсаң, ризық нәсібең мол болады. Жолға шыққанда, жолға кіргенде мешіт сенің үйің болсын. Меккеге барамайтын шығарсың, бірақ үйіңнің қасындағы, қалаңның қасындағы үйіңе ең жақын азаны естіліп тұрған мешіттен алыстаушы болма. Сол мешітке жақын болыңыз. Жүрсең, келсең, кетсең, мешітке кіріп, басыңды соғып кет. Қолың бос болса, телефон шықмай, келіп мешіттің ішіне жарты сағат отырып, Аллаға басыңды иіп, тәспіні тартып, жақсы бір дұғаны жасап кет. Байдың үйіне барсақ қалай боламыз? Әл-мәсджиду буютуллах. Алланың жердегі үйі, ол мешіт болады. Меккедегі мешіт харам дейді. Сол мешіттің филиалы болады, осы мешіттердің барлығы. Және бесіншісі, дұға. Дұға, амал, әрекет бәрі бірге тұрады. Біріншісі, истигфар, тауба. Екіншісі, ата-анаға жақсылық қылу, бауырлармен жақсы болу. Үшіншісі, күнәдан қашу. Төртіншісі, мешітке жақын болу. Бесіншісі, әрдайым дұға қылып жүріңіз. Я Алла, ризығымды кең қыл, нәсібімді мол қыл деп айта беріңіз. Аллах Таала беруші. Баршаларыңыздың ризықтарыңызды Аллах Таала мол болып, жемейм десе аузымызға түсіп, қашсақ қуып жететін ризықты Алла баршаңызға нәсіп етсін. Субхана раббика раббил иzzати амма ясифун.